Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні. 126 сабақ есептер шығару тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта 2-2-ден комбинациялар нұсқасын құрастыруды жалғастыратын боламыз. Бірінші тапсырма: балалар таңдаған көкөністер мен жемістердің атауын теріп жаз. Онда балалар Әлия мен Сырым және де төменде бірнеше көкөніс, жемістер берілген. Сырым: мен жасыл түсті көкөністерді таңдаймын дейді. Мұнда суретте балалар жемістер де, көкөністер де бар, жасыл түсті. Ал осының ішінен біз көкөністерді таңдап беруіміз қажет Сырымға. Демек Сырым қырыққабат пен қиярды таңдаған екен, жасыл түсті көкөністер. Ал мұндағы алма, жүзім, алмұрт, бұлардың барлығы жемістерге жатады балалар. Ал Әлия: мен қызыл түсті жемістерді таңдаймын дейді. Демек балалар, Әлия алма мен анарды таңдаған екен. Екінші тапсырма: анам тек 2 көкөністен салат жасамақшы. Таңдаудың қандай нұсқалары бар? Мұнда балалар берілген көкөністер бұрыш, қызанақ, қияр және пияз. Ал енді анасы 2-2-ден салат жасағанда неше нұсқа шығатынын, қандай нұсқалар шығатынын анықтауымыз қажет. Бұл жерде анасы бұрышпен қызанақтан, бұрышпен қиярдан, бұрышпен пияздан, қызанақпен қиярдан, қызанақпен пияздан, қиярмен қызанақтан. Яғни балалар, анасы мұнда берілген 4 көкөністен 2-2-ден салат жасағанда 6 түрлі салат жасай алады екен. Үшінші тапсырма: есепті шығар. Балалар асханаға бару үшін жұптасып сапқа тұрмақшы болды. Айгүлде жұп таңдаудың қанша нұсқасы бар? Мұнда балалар Айгүл, Берік, Сәуле, Арман барлығы 4 бала бар екен, Айгүлді қоса алғанда. Ал енді Айгүлде жұп таңдаудың неше нұсқасы бар екен анықтауымыз қажет. Айгүл Берікпен жұптасып сапқа тұра алады. Айгүл Сәулемен жұптасып сапқа тұра алады. Және Айгүл Арманмен де жұптасып сапқа тұра алады. Демек балалар, Айгүлде жұп таңдаудың 3 нұсқасы бар екен. Төртінші тапсырма: сурет пен сұлба бойынша есеп құрастыр. Кесінді сызып осындай сұлба сал. Есепті шығар, кері есептер құрастырып көр. Мұнда балалар себетте бірнеше алманы көріп тұрмыз, және де осы себетке тағы да 3 алма салатын болсақ, барлығы 9 алма болады екен. Сонда біз балалар себетте бастапқыда неше алма болған анықтауымыз қажет. Олай болса есептің шартын құрайық. Себетте болғаны белгісіз алма, салынды 3 алма, барлығы 9 алма. Шешуі: барлық алманың санынан салынған 3 алманы азайтамыз. Яғни 9-дан 3-ті азайтамыз, сонда 6-ға тең. Демек балалар, жауабы себетте бастапқыда 6 алма болған екен. Ал енді осы есепке кері есеп құрастырып көрейік. Барлығы 9 алма. Қалғаны 6 алма. Алынды белгісіз алма. Шешуі: барлық алманың санынан себетте қалған алманың санын азайтамыз. Демек 9-дан 6-ны азайтамыз, сонда 3-ге тең. Жауабы себеттен 3 алма алынды. Немесе кері есепті бұлай құрастырсақ та болады балалар. Қалды 6 алма, алынды 3 алма, барлығы белгісіз. Сонда балалар, шешуі: себетте барлығы неше алма болғанын анықтау үшін қалған алма мен алынған алманың санын қосамыз. Яғни 6-ға 3-ті қосамыз, сонда 9-ға тең. Жауабы себетте барлығы 9 алма болды. Бесінші тапсырма: есепте өзіңді тексер. Балалар, мұнда 100-ге дейінгі сандарды қосу, азайтуды жақсы білеміз. Олай болса есептеп көрейік. 30 литрге 70 литрді қоссақ 100 литр болады. 90 килограммнан 80 килограммды азайтсақ 10 килограмм қалады.
30 литрге 60 литрді қоссақ 90 литрге тең. 100 килограммнан 50 килограммды азайтсақ 50 килограмм қалады. 90 литрден 90 литрді азайтсақ 0 қалады. Балалар? 50 литрден 20 литрді азайтсақ 30 литр қалады. 100 килограммнан 30 килограммды азайтсақ 70 килограмм қалады. 10 литрге 40 литрді қоссақ 50 литр болады. 30 килограммға 50 килограммды қоссақ 80 килограмм болады. 80 килограммға 20 килограммды қоссақ 100 килограмм болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.